Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы Конституциялық заң 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы заңға сәйкес жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің егемендігі мен бір тұтастығын бейнелейді. Қазақстан Республикасында мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік әнұран мемлекетіміздің рәміздері болып табылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының сөзін жазған Жұмекен Сабырұлы Райжүмекенов және де Нұрсұлтан Назарбаев, композиторы Шәмші Қалдаяқов 2006 жылы бекітілді. Желбірейді шалықтап, Қазақстан жалауы көкке қыран қалықтап, қанат қағып барады. Көк аспанда нұрлы күн, күлім дейді далама, бақыт тілеп тұр бүгін, ол барлық пәк балама. Қаһарман қазір қайратым, шайлық пассивті айбатым, арман, абырой толғаны сайталатын арзадым. Жұртымның мұң мұратын, құлқыма құйып тұратын, сіңірген тұла бойыма тәңірлік күшті қуатым. Жан дауысы халқымның шабыттана шырқалар, келі сөз сазбайын шырқағанда нұр тұмар. Мемлекеттік елтаңбаның авторлары Жандарбек Мәлібекұлы, Шота Уәлихан. Біздің елтаңба әлемде сирек кездесетін елтаңба. Шаңырақ отан отбасынан басталады, осаға берік болсын деген мағынада. Ал мұхтар үлкен елдің мұхтары, ел-жұртқа бай, қуатты тілеймін дегенді білдіреді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы 1992 жылдың 4 маусымда республиканың мемлекеттік туы туралы жарлығына қол қойды. Қазақстан Республикасының туының қабылданған уақыты 4 маусым 1991 жыл. Яғни осы тудың авторы, суретшісі Шәкен Ниязбеков.